Алматы негізінен өміріне елеулі өзгерістер енгізгісі келетіндердің адреналин мен драйвты, жалпы шытырман оқиғаны іздеп жүретін жандардың қаласы. Мен бүгін бәрін тастап Алматыға тартып тұрудың себептері туралы айтам. Біз бастаймыз. Мотор. Кеттік, жүр бәрін таста. Кеттік, бәрін таста. Кеттік, бәрін таста. Кеттік, бәрін таста. Ең жасыл, ең жанға жайлы, ең әдемі. Қысқасы, еңді жалықпай айтуға болатын қала. Ауа райы да, адамдары да ерекше әсер сыйлайтын шаһар. Алматыға бұрын жұмыс бабымен ғана келіп жүрген соң ба, бүгін сіздерге ұсынып отырған материалды әзірлеу кезінде мен әлі бұл қаланы танымайтынымды түсіндім. Деліп жатыр, бас айналуда. Егер әр алматылықтан бәрін тастап сендер жаққа кетіп қалудың ең бірінші себебі қандай деп сұрасаңыз, Парижде, Лондонда, тіпті Нью-Йоркте жоқ әйгілі тауларын айтады. Шынымен де, Алатау мен айтқалы тұрған ең бірінші себеп. Тіпті көлікпен жоғары қарай көтерілудің өзін сөзбен суреттеп жеткізу мүмкін емес. Көзбен көру керек. Айтпақша, тауға келіп тұрып, бұлақтың суынан қанып ішпесең, бәрі зая. Түсімай. Неге қымбатты көрермен? Бәрін тастап Алматыға кетіп қалудың тағы бір себебі осы. Жеттік ау жүр. Келесі себеп. Жарайды, өздеріңіз көріңіздер. Ерте келіп қойыппыз. Әлі мұз қарсауында жатыр екен. Әйгілі үлкен алматылық көл. Әдетте суы мамыр айларына қарай ерейтінін түсірілім кезінде бір-ақ білдік. Қазірде керемет болып тұр ғой, сонда да мына жазда түсірілген кадрларға көз салыңызшы. Көл теңіз деңгейінен 2511 метр биіктікте орналасқанын білгенде, бірден қалаға қайтқым келді. Бірақ мен ұстап қалған бірақ нәрсе – сұлулық. Көзім байланды да қалды. Үлкен алматылық көл осыдан 2000 жыл бұрын жер сілкінісі әсерінен пайда болған деседі. Тереңдігі 40 метр. Мұндағы суды тұрғындар тұтынатын болғандықтан көлде жүзуге, жағасында пикник жасауға қатаң тыйым салынады. Мен негізі өзім қырдың баласымын. Осы тауға көтерілген сайын басым айналып жүрегім қысылатыны бар. Бірақ осындай әзірге менің ойымша әлемнің 8-ші кереметін көру үшін тауға бірнеше рет көтерілуге болады. Қызықтап келген туристердің смартфонындағы гигабайттаған жады дәл осы жерде түскен суреттермен, видеолармен толығады. Лайк па? Yes, I like. Неге қымбатты көрермен? Бәрін тастап Алматыға кетіп қалудың бір себебі осы. Мен ұсынып жатқан бәрін тастап Алматыға жолға шығудың соңғы себебі әрине Алматының Арбаты. Алматының Арбаты Алматының алмасы деген ұғыммен пара-пар. Қалаға келген қонақ кешкі тамағын ішіп ауқаттанып алған соң, міндетті түрде осында жаяу жүріп ас тарқатуға шығады. Байқағандарыңыздай мұнда жастар жағы басым. Энергияңыз тасып тұрса билеп алуға. Шабыт кеп тұрса ән шырқауға таптырмас орын.
ал түнде көз тоймайтын көрініске куә боласыз. Бұл тек мен ұсынған 3 себеп қана. Нағыз алматылық досыңыз болса, телефонды қолға алып бірден хабарласыңыз. Ол сізге 3 емес, Алматыға келуге бірнеше себеп тауып береді. Жолыңыз болсын.